жабысып жатады. Осы жолы бірге дайындап көрейік. Қызып тұрған майға қазы мен етті жақсылап тұрып қуырып аламыз. Және пиязымызды қосып, пиязымыз сарғайғанша тағы да жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Екі түрлі сәбіз пайдаландым, өте дәмді болып шығады екен. Екеуін ұзынша етіп турап, жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, кішкене куркума қосып жібердім, және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш қоссаңыз болады. Су құйып бұқтырып қоямыз. Күрішті 7 рет жуып, жылы суға 20 минуттай бұқтырып қоямын. Біздің етпен қазы пісіп дайын тұр. Үстіне күрішімізді қосып, дәл видеодағыдай жақсылап араластырып, дәл ортасына сарымсақты бүтіндей қойып, қақпағын жауып, баяу отқа 25 минутқа қоямын. Уақыт өткеннен кейін палаудың суы бойына кішкене сіңеді, палауды жинастырып, ортасын тесіп, тағы да бұқтырып қоямын. Палау өте дәмді болып шығады, шашырап піседі. Бұл жерде маған көмекке келген Happy Cow фирмасының қазанына үлкен рахмет айтам. Асты жабыспай, тағамым өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер.